Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы, тамаша. Көңіл-күйлеріңіз жақсы болса, бәріміз тұрып, шаттық шеңберін құрайық. Шаттық шеңберге қолымыздан ұстаймыз, иә? Бәріміз бір дауыспен жоғары қараймыз, шаңырақты көреміз. Төмен қараймыз, жерді көреміз. Оңға бұрылып, соңға бұрылып, егеменді елді көреміз. Өте тамаша, орнымызға отырайық. Балалар, бүгінгі сабағымызды пазлды жина деген ойыннан бастаймыз. Қазір мен сіздерге қималы материалдарды берем. Бәріміз бірге осы пазлды құрастырамыз. Жақсы ма? Кәне мына жерге келейік бәріміз. Мына қималы материалдарда ненің суреті шығады екен? Кәне құрастырып көрейікші бәрі. Кәне құрастырайық, бәріміз жинайық. Уже сразу. И сразу еще вместе. Міне осылайынан, осы, да, осылай. Міне тағы да біреу осыны қосырастырып, қойымызда. Мына қояйық, жоқ ол емес, нәуір шығар. Осы. Ана жерге, осы жерге, мынаны қайда қойымыз сонда былай, е? Ортасын ғана жүрген. Төстіп қойық. Ал, тамаша балалар. Ненің суреті шықты? Кемпір қосақ. Дұрыс балалар, кемпір қосақтың суреті шықты. Отырайық. Кемпір қосақ аспан күмбезінде түрлі түсті доға түрде көрінетін атмосферадағы оптикалық құбылыс. Ол аспанның бір жағында торланған бұлттар жаңбыр жауып, қарсы жағында жарқырап күн шығып тұрған кезде көрінеді. Кемпір қосақ тікелей түскен күн сәулесінің жаңбыр тамшыларынан өтеді, сынып құрамдас бөліктерге, яғни қызыл, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін, ұзындығы әр түрлі сәулелерден пайда болады. Кемпір қосақтың айқындағы жаңбыр тамшыларының үлкеншілігіне байланысты. Егер жаңбыр тамшылары үлкен болса, кемпір қосақ айқын, жарық болып көрінеді. Кейде алғашқы кемпір қосақпен бірге екінші кемпір қосақ қабаттаса көрінеді. Оны балалар қос кемпір қосақ деп айтады. Кемпір қосақ сөзі кем бір қосақ сөз тіркесінен шыққан. Сонымен балалар, кемпір қосақ қай кезде шығады екен? Кәне, заңғар айта ғой. Жаңбыр жауғаннан кейін. Жаңбыр жауғаннан кейін, өте тамаша, дұрыс, жақсы. Ал кемпір қосақтың неше түсі бар екен? 7. Кім? 7. Өте тамаша. Кемпір қосақта 7 түсі бар екен, иә? Ал кәне, кім айтып шығады? Кемпір қосақтың түстерін кім айтып шығады кәне? Ал заңғар айта ғой. Қызыл, сары, жасыл, көк, күлгін. Күлгін. Қызыл, сары. Өте тамаша, отыра ғой. Демек, балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы түстер. Енді түстер туралы видео бейнені тамашалаңыздар.
Балалар, жаңа біз сіздермен түстермен таныстық, иә? Енді осы түстерді екі тілде айтып шығайық, және қазақша, орысша түстерден. Бірге бәріміз қайталаймыз. Қызыл, красный, сары, желтый, жасыл, зеленый, күлгін, фиолетовый, көк, синий, көгілдір, голубой, қызғылт сары, оранжевый, қоңыр, коричневый. Балалар, енді бәріміз орнымыздан тұрып, серуенді сәтін жасап алайық. Яғни бәріміз қарайық. Көз, шаш, құлақ, ауыз, алыңыз балалар. Билет. Яғни көзілдірек бәріміз келеміз. Қол, аяқ, ел, иық, алыңыз балалар. Көз, аяқ, ел, тізе, алыңыз балалар. Өте тамаша балалар, енді бәріміз орнымызға отырайық. Балалар, енді қазір біз екі топқа бөлінеміз, яғни жасыл топқа және сары топқа бөлінеміз, иә? Қарамаймыз, орнымыздан тұрамыз, мына киіз үйдің ішінде келген бір асықты қана аламыз да отырамыз. Жақсы ма? Кәне, кім бірінші бастайды? Заңғар бастай ғой. Жақсы, жасылсыз. Келесі, Айлин, келе ғой. Ала ғой. Даяна, келе ғой. Айзере. Өте тамаша. Енді біз екі топқа бөліндік, иә балалар? Ал енді балалар, қазір біз сіздермен түсін тап деген ойынды ойнаймыз. Кәне бәріміз тұрып, ортаға келейік. Балалар, мен сендерге қазір бір шарды көрсетем, сендер сол шардың түсін қандай екенін айтасыңдар және сол түсті суретті табасыңдар. Көк. Жақсы, дұрыс, шапан көк. Қандай түс? Қоңыр. Қоңыр түсті не ол? Нені сурет? Домбыра. Өте тамаша. Келесі? Ақ. Ненің түсі? Не бұл? Иә, ақ түсі. Киіз? Киіз үй. Дұрыс, түсі ақ. Қандай оюлармен белгілендірілген? Қызыл. Жасыл. Сары. Өте тамаша. Көк. Ал келесі, мына түс қандай түс? Қызыл. Не бейнеленген суретте? Ою.
өте тамаша. Ойынның түсі қандай? Қызыл. Өте тамаша, жақсы. Бәріміз отырайық енді. Балалар, домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Иә? Және де кигіз үй, ою, шапан, қазақ ұлттық киімі. Балалар, бұлардың бәрі біздің ата-бабамыздан келе жатқан киелі мұра. Ал енді балалар, қазір біз сіздермен кім жылдам деген ойынын ойнаймыз. Жасыл топтан бір бала, сары топтан бір бала керек. Кәне кім шығады? Даяна, Айзере. Екеулері келе қойыңдар, кәне. Ортада асық тұрады. Мен сендерге бір түсті айтам. Сендер қолдарында сол түске қоясыңдар. Мысалы, сары десем, сарыға қоясыңдар, иә, екеулерін. Көк десем, көкке қоясыңдар. Сөйтіп мен сендерге түсті айтып отырам. Асық дегенде жылдам асықты алып алу керексіңдер. Түсінікті ме сендерге ойын шарты? Ал кәне бастайық. Көк, қызыл, сары, жасыл, асық. Ой, молодец. Айзере жеңді. Жарайсың, Айзере, өте тамаша. Иә, келесі ойынымызды жалғастырамыз, кәне. Заңғар, Айлин, отырамыз. Ал, кәне, ойынымызды бастайық. Көк, қызыл, сары, жасыл, күлгін, сары, көк, асық. Өте тамаша. Жақсы, бізде жылдам заңғар болып шықты, иә? Өте тамаша, кәне, отырайық. Ал енді балалар, бүгін бізде қай топ жеңімпаз болды екен анықтайық, иә? Қай топ бүгін бізде белсенді жақсы сабаққа қатысқанын анықтайық. Кәне, сары топта сіздерде неше ұпай? 2 ұпай жинапсыздар, иә? Жасыл топ сіздерде неше ұпай жинапсыздар? 4 ұпай жинапты. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың ең белсенді жақсы қатысқаны жасыл тобы жеңімпаз топ болып саналады. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Иә. Тамаша. Сіздерге бүгінгі сабақ өте жақсы түсіндім деген болсаңыздар, жасыл түсті асықталып, жасыл қоржынға саласыздар. Егер сабақты жақсы түсіндім десеңіздер, сары асықталып, сары қоржынға саласыздар. Әлде іздену керек десеңіздер, балалар, сабақты дұрыс түсінбедім десеңіздер, қызыл асықталып, қызыл қоржынға саласыздар. Даяна, кәне келе бар. Тамаша. Өте тамаша. Заңғар. Бүгінгі біздің сабағымыз 3 балаға өте жақсы түсіндім деген 3 асық қойды, иә, жасыл түсті асық. Ал бір бала жақсы түсіндім дегенге қоржынға сары асығын салыпты. Балалар, осымен бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміз аяқталды.